Әңгімеден сіздер әйгілі күйші Сүгірдің жастық шағын, арқада Найман Баймырза байдың Мапруза деген күйші қызы бар екен. Онымен күй тартысқан дарманда, тартыспаған дарманда деп, арқаға 6 жігіттің аттанғаны жайлы әңгіме тыңдайсыздар. Ер толғау. Күйші генерал Асқаров айтқан аңыздың ізімен. Қоңыр домбыраның одан да қоңыр үні киіз үйдің керегесін көбелеп сыртқа қашып жатыр. Күйшінің дәл қазіргі көңіл күйіне қосыла билеген саусақтар алғашқы серпінді 3 қағыстан соң үстің шектерді қуалап төменгі сағаға қарай сырғығанда кез келген кеудеге сыя бермес сыр алқалаған күйі сазы көңіл шіркінді көгденеңге мінгізеді. Жаз жайлауға жаңа шыққанда балаша қуанатын қозлақ, бота тайлақтар да құйрығын көкке шанша шарпылуын тоқтатып тың тыңдауға кіріскен. Үй айнала қазылған үндерге қос аяғын кезек тығып көрші аулаудан шаршаған, тарғыл төбетте тілі салақтаған күйі табалдырыққа тұмсығын сүйей кеп құлапты. Кәріліктің көшпес таңбасындай көзінен аққан сорабына саншыбын таласа қонып той жасап жатқанда шаруасы жоқтай, мынау сылқы мүңгі елтіген күйі демінде ен жаралады. Ту сонау жер түбінен асығып жеткен даланың тентек желі де киіз үйдің тұғырлығын тартқылап ішке кіре алмаған соң айнала орай соғып тырнақтарына ілінген тамаша сазды үнді таласа талмаса алып қашып жатыр. Оттығына отынның төресі 4 тал сексеуілді тастаған беттақ екі елінен дем алып ақылап үкілей жөнелген мес қарын сары жез самауырында енді көтере берген сұлу шаш тартылған сайын өзегіне от салатын күйді естіген кезде етегін басып самауырының түбіне жалп етіп отыра кетті. Тағы да сол күй. Ұзын кірпіктері сұлу көңілдің жиегінде сүмбіле қамыстардай теңселіп кетті. Сол-ақ екен, бұл оқыс қимылдан көл шайқалғандай ірі-ірі тамшылар бірін-бірі қуалап төмен сорғалады. Сүрткен жоқ, сүртуге мұршасы да жоқ. Бар жан тәнімен күйшіге жалбарынып ақыра жалынды. Қойшы, енді Құдай үшін тоқтатшы мына күйіңді, құлың күнің болайын, қойшы деймін. Неге мені азап отына қақтай бересің? Қойшы, тоқтатшы, Құдай үшін. Ах. Мұнан ары өзін өзі ұстай алмай өксіп жылады. Отырған орнына жер бауырлап жата кетті. Бар мұңы жер ананың құлағына сыбырлағысы келгендей әлгі сөздерді қайталай береді. Шын толқыса, шын түгілі тас пен темірден де берік бола алатын адамның кеудесін паршалап кететін мұң шер мына күй құдіретімен тіптен асқақтап, тағдыр көтерген тамшы сұлу шашқа аянбай сілтеніп жатыр. Қалай тез құласа, орнынан солай тез тұрды. Дереу жасын тиіп алды. Жібек орамалдай желпіп соққан жел айғыздаған жүзін ілезде құрғатты. Жаулығын түзеп, жамбасынан қаққан соң, ашуы сәл басыңқырап, самауырынды сүйрегендей ғып үйге беттеді. Маңдайшадан жерге дейін салбыраған жапаны сәл көтергені сол еді. Уықтарда шірене керіп тұрған күйіні мұның етегіне соққылап сыртқа қашты. Бұл жердегі топ-тынық тыныштықты қанжармен тілгілегендей боп шоршып шығатын тума дауыс домбыра шанағына құйылады да ілкі сәттен соң сол түймедей ғана тесіктен тұла бойын тітіркентіп саз төгеді. Табалдырықтан аттай берген сұлу шаш бұл өң құлағына емес жүрегіне тигендей тізесі бүгіліп тағы да отыра кетті. Самауырында есіктен аттауға ғана батылы жеткен жетім баладай босағада қалды.
Кірпіктерінің тағы да жасқа шалынып келе жатқанын сезген сұлушаш айналасына айқара бір шолып өтті. Екі қызы екі бұрышта бүрсиіп отыр. Дәл осы күй әкелер дауылдың сезгендей үлкеннің көзі боталап барады. Кішкене қызының қызуы басы бір жағына қисайып, аузы аңқиып, танауы таңқиып қалған. Күйші төр алдына шалқасынан құлапты, қолдан чапқан қалақтай ғана домбырасы кеудесінде көлделең жатыр. Көздері жұмулы, тек саусақтары ғана сезім атты құдіреттің арбасына құраттай жегіліп, бұйрық алған бағытқа қарай тынымсыз сабап бара жатыр. Бір қарағанда күйші ұйықтап жатқандай, тек сынымсыз көтеріліп басылып жатқан кеудесі ғана ұстаның жел көрігіндей желпілдеп, оның тірі екеніне ғана емес, жүз толғауы жан екеніне де хабар бергендей. Сүгір, саған не болды? Тоқтатшы енді. Сұлушаш орнынан атып тұрып күйшінің кеудесіне барып құлады. Құдай үшін тоқтатшы енді, не жазығым бар еді осынша азаптайтын. Тоқтатшы сұлтаным, құлың, күнің болайын, тоқтатшы тұлпарым, Құдай үшін, Құдай үшін. Көкірегін қарсы айырған қайғы мұнан ары сұлушаштың сөзіне ерік бермей, тамағына тас боп тығылды. Өксіп жылап, домбыраның мойнына жабысты. Күй осы жерден чорт үзілді. Күйші орнынан жайлап тұрды, жолай жүзінен тас жауған әйелінің шашынан бір сипады да сыртқа беттеді. Туырлықты көтере бергенде сұлушаш оның соңынан жан даусы шыға сұңқылдады. Сүгір, жазығым де, менде не күнә бар, бара ғой, бара бер, ақ тілегім бұл сұлтаным. Бара ғой, бар, Алла маңдайға жазған соң, менде не шара бар. Менен рұқсат, бара бер, аман оралсаң болғаны. Жаңа ғана күйші шынашықтай жатқан жастықты құшақтай құлады. Сонау төбе шашының табанына дейін өксік жайлап алғаны, сонша сұлу дене төр алдында балықша шоршып жатыр. Үлкен қызы қосыла жылады. Кіші қызы бұл жылаусықтауға таң қалғандай, көздері шарасынан шығып шешесіне қарайды. Күйші белдеуде байлауда тұрған сүліктей сұлу көкбас қатқа әкесінен қалған ерді салды. Бұл оқиғаның хабары тентек жел арқаға қарай ала қашты. Ей, Содыр әлінің солақай ұлы, үйдемісің, шық далаға. Бір құлашқа таяу қарағайдан ойып, қынамен бояп қойған қалақтай домбырасын бастан сипағандай, жай ғана шертіп жатқан Сүгір сырттан естілген дауыстың осы ауылға жалғыз атқа мінер Дәркембайдікі екенін таныды. Жалғыз дейтіні Дәркембай жүрген жерде дау да көп, талас тартыс та табылып жатады. Ең аяқ ол мінген атқама, ат үстіндегі өзінеме ауыл иті де өш, өлердей үріп жүрген жолында бір-біріне табыстап әрең тынады. Сәл кешіксе, әкеден сыбайтынын білетін Сүгір домбырасын керегеге сүйей салып далаға жүгірді. Дәркембай ат үстінде бір топ тұмардай боп сіресіп отыр. Немене, әкең үйде жоқ па? Әкемнің үйде жоқ екенін біліп, мені шақырдыңыз емес пе? Жарайды, Ділмәрсіма. Ауылға губернатор келе жатыр. Оның тек құлынның етін жейтін естуің бар шығар. Бұзаудың еті ішіне жақпай ма екен? Әкеңнің, жарайды, ауыл маңында өзге жылқы көрінбейді, мына екі құлынның бірін ұста да сой. Дәркембай қамшысын үйге таяу жайылып жүрген құлынды бие жаққа сілтеді. Қимылынан өз қорасындағы малына қожалық еткендей еркіндік бар. Кенет мұның нұсқаған қамшысы тигендей шұбар бие құлынын ертіп үйден жырақтай бастады. Жоқ аға, әкем ұрсады, құлын сойған не собал ғой. Сүгір, сенің өзің қандай жігітсің? Мен ойланбай бір сөз айтам ба? Қазір ғой сенің жасың 25-тен асты, қалыңдығың болса жоқ.
Kalındık bolu üçün evvel astına bir täwür at gerek. Körkem at minip körşe awulga barsaň goý. Şirkin. Özüň domburaşsyň. Kız atawlynyň sulugy seniki emismi? Ol bolmasa sen ana şu bar gulundy soýasyň. Men sagan onuň ornuna bir jüýrük at beremin. Äkeňe de däl solay dep aýtkam. Ayak astynan takymyna täwrat diýetin oýlaganda tolkup kaldy. Ärekesine aýtdym dep dur emismi? Özüňiz tutap soya beriňiz, kulunga meniň kolum götermeydi. Üýge gaýta girdi. Şeýsesi de jok, äkesi bilen birge körşe awuldaga gaýndarga getgen. Domburasyň goluna gaýta aldy. Ekşeginde bosatyp moňlap öňge laýyktady. Köňül güýü sonu tilegendey. Bayaw çertip çerli sazga çol berdi. Karap oturup kaygırgan kam köňülüne taň kaldy. Sırttan dübürlügün dıbış çykdy. Därkenbay kulundardy kuwalap jürme, çaň-şuň dybystar estiledi. Usta, usta, şu bar kulundy usta. Sol täwirlep eken. Goňur kulunga diýspe şu bardy. Osy jerge jygyp bawuzday salaýyk. Äýtbese öwre kylady. Aşyk isnegen dawsy esdili. Tirşiligi atawlydan kömek suragan, äri janlyşdy, äri narazyn. Şu bar biýeniň dawsy ananyň munça şoşuganyna munarlap gana dawus gosgan şu bar gulunyň beýgüne balalygy sögürdiň gözüne şas akeldi. Çubar biye jaňagydan da aşyk isnedi. Jan uşura şıňgyrgany esdildi. Adam çıdamasday aşaýgaý. Sögür eki golumen kulagyn basa goýdy, domburasyn jerge kulady. Şubar biye tagy şıňgyrdy. Aşyn üýdüň habyrgasynan gana emes, sögürdiň bas süýegin parçalap ketgendi. Sanasynda sanoy oýkastady. Özüniň gaty jasagan tezirek baryp çubar gulunga ara tüsüge diýse eken oýlady. Bugun-bugundan aýrylyp orundan turasaş. Şubar gulunyň aşyk isnegen esdildi. Elgiden berginiň bäri kündegidey oýun emes eken, tört ayagyn taskyp baýlap jerge alyp urganda birak bilgen aw jany bar. Tez baruw, tez gutgaruw gerek kulunda. Mäderkenbay özüň bawuzda jäwteňdigiň gözüň kıyalar emismin dedi bir jastaw dawus tonçuga çygyp. Äkel oýjasyk, bismillah. Sögür orundan atyp durup esikke betdigende çubar biye tagy şıňgyrdy. Ömür esnimegen mananday zarly dawus tura maňdaýyna sogup, sögür doruna gaýta jalp etkizdi. Jas kulun tännip pişak diýgende gana balanyň jalaganynday janlyşdy bir üň gatdy da korkurap jüre berdi. Usta, usta diýmin, ana şu bar biýeni ustaňlar, hadany julup äketdimi? Ey, usta diýmin, ana biýeni. Sögür orundan atyp durdy. Osy gez aýnala dübürge tolup barady eken, bulun biýeniň kuluna garay hadany süýrey japgan, önüme kulun soýup jatgan Därkenbay baslagan 5 jigittiň biýeni gymylyna seskenip üýge gaçkan ayak dybysyma öz jürek dürsülimi bilmeýdi. Ey munan istegen gaý jawuz degen äkesiniň dawusyny esdigende gana dalaga atyp çykdy. Esik aldynda kolundagy pişakdan kan sorgalagan Därkenbaydyr. Şubar biye äli de jaş jany şykbay, denesi dirdir etgen kulunyň alkymynan akkan kanyn jalap, toktawga hareket etgendey üstüne tönüpdir. Gözünden sorgalagan sorasy jaňa gana gazylgan gazan çuňkurga tamçylap jatyr. Äkesatdan jaňa gana tüsken eken. Börkün jerge bir urup büýürün taýanyp otura getdi. Ädeke, biz bul gulundy sizdiň balaňyzdan surap aldyk dep arkasy ýör adamy gelgendey bar günany bugan süýey saldy da Därkenbay atyna betledi. Balamay, munuň ne? Öz gutuňdy özüň gaşyrganyň ne? O zamanda bu zaman balan anasynyň gözünçe bawuzdawşym edi. Ey Därkenbay, akylyň jok bolsa da aýawçylygyň bolmawşym edi. Haýwan emessiň goý. Tu dep munan ara söýlewge şamasy gelmey
теңселе басып киіз үйге беттеді. Жанынан өте бергенде Сүгір өзінің кінәсіздігін айтпақ еді, тіл аузы байланып қалыпты, ләмейім дей алмады. Сол күнгі түн мазасыз болды. Алтындай жарқыраған шартабақ бұл істеген қатыгездікке қапаланғандай түстен кейін қабағын түйді де бесінен ауа тіптен түнере түсті. Тек ұясына қонардың алдында алба-жұлба бұлттардың ыдыраған бір тесігінен күн көзі жылт етті. Сүгір жанар тастап еді, әдетте сары алтындай еріп бататын күн жарықтық дәл осы сәтте көзі қанталаған жандай қып-қызыл боп алаулап барады екен. Шұбар құлынға жылағаны ма, адамзат табиғатына бойлай бастаған қатыгездікті ойлап қайғырғаны ма белгісіз. Әкеде шешеде ұзақ күн күрсінумен болды. Шешесі балам-ау, бұның не дегенін аса алмады. Жалғыз бала жанға шырақ, абайсыздап өшіріп алудан қорқады екеуі де. Сүгір де сезеді. Көп балалы үйді мұндай көкбақа етіп сабасадас. Өзінің де тек жықпаған жаны құр кеудесінде. Өкініш шіркін дәл осылай тамақтан алып, тыныс алдыртпай буындырады деп ойламаған екен. Оқиға алыстаған сайын жаңғырып, жаны сая табар емес. Әлдекімдермен жағаласып жүріп, шошып оянды. Дауысы қатты шығып кеткен екен. Әкесі мен шешесі мұның төсегінің басында отыр. Екеуі де үрейлі. Балам-ау, науқастанып қалмадың ба? Дейді анасы. Жалғызына бір пәле сап ете қалған жоқ па деген қауіппен. Сен де сол бір құлны құрғырына сонша қайғырып, немене жалғызыңнан қымбат деді. Онсыз да екі оттың ортасына түсіп, мең-зең боп отырған шалына шабуыл жасайды. Сүгірін қатпастан төмен қарайды. Екеуі қосыла күрсініп, мұның көрпесін қымтап, әркім өз төсектеріне тарқайды. Мұның зіңгіттей жігіт болғанына да шаруалар жоқ, бесіктегі баладай аяйды. Түсі болар, тамаша бір леппен домбыра шертіп отыр екен. Бұлқынған сезімді бұғалықтардай бір күй ар жағынан төгіліп келіп жатыр. Әшейінде домбыраның мойнында жорғаттай сырғитын саусақтары көңіл күмбезінен құс боп көтерілген бұл әуеннің қанат сусылын өрнектеуге әрең үлгеріп жатыр. Бір кез тау сыртынан келіп, бір жылқының жан шошырлықтай дауыспен кісінеп қалғаны аза бойы қаза болды. Домбыраның қолынан қалай сырғып түскені есінде жоқ. Артына жалт қараса, о тоба, шұбар бие көзінен жас парлап бұған қарай шауып келеді. Осы бетінде бұған жетсе таптап тастардай. Сүгір қатты қорықты. Өзін бір сәтке қорғансыз сезінгені сонша. Әке деп айқайлауға ғана шамасы келді. Оянып кетті. Төсегінің басында тағы да әкесі мен шешесі қатар отыр. Сүгіржан, неге шошыдың балам-ау дейді. Әкесі де не шараны жасарын білмей, анасы да не түр жоқ, не тіл жоқ. Сүгір мең-зең айналасында не болып жатқанынан бейхабар жандай екеуіне кезек-кезек қарайды. Осы кезде киіз үйдің дәл желкесінен ашық ісінеген жылқының дауысы естіледі. Міне, мынау ғой мынау шұбар бие деді Сүгір безгек қысқандай үзіп-үзіп сөйлеп. Оның баласы өлді ғой, баласы. Қоңыр құлынды телемізу керек, сонда ғана зарлауын қояды. Ана ғой, ана. Шұбар бие тағы да бір кісінеп алып, тасырлатып шаба жөнелді. Көзге түртсе көргісіз қараңғы түнде тұяқ жетер жерден бәрін тінтіп, құлынын іздеп жүр жануар. Қоңыр құлынды шұбар бие бауырына бірден алды. Қатты ауырған Сүгірді сол күннен бастап қоңыр құлынның екі биені телеміп, тентек бола бастаған қарекетіне киіз үйдің керегесінен сығалап жатты. Қош көңілмен бірге түнеу күні түсінде тартқан күй сазы санасына қайта оралып, домбыраға қол созғызды.
Күй бастан аяқ домбыра шанағына құйыла кеткен жоқ. Тұла бойды итетін сұңғыл саз кенет тасқа тірелгендей боп тоқтай қалсақ, сөгір домбыраны алдына көлдөлең тастай салып, керегеден сыртқа көз жіберетін. Әуелі шұбар биенің бауырына ене түсіп, қос емчегін қақтай еметін қоңыр құлын өз анасының бауырына да нәр татпаған аш баладай түртінектей кіретін. Кішкене қарын тез тоймай ма, ұзамай ойын баласындай айнала құйғыта шауып, жаң атаулыны аяғын тік тұрғызатын. Қоңыр бие қызғаншақ болмай шықты, құлыным көз алдымда жүрсе болғаны дегендей, ұзап кетсе осқырынып қойып, жай барақат тұра беретін. Керісінше шұбар бие шамшыл. Қоңыр құлын өз анасының маңына көп айналсақ, қазыққа байлаған тізгінін тартқылап, жер тарпып тұратын. Бұл күнді сирек кісінейді. Бірақ бұл кісінеу сол бір күндегі аш айқайының жанында ән салғандай жайла. Екі биені телеміп бүйірі бұлтия бастаған қоңыр құлынды көрген сәтте, сүгірді қуанышы құшағына қыса түсіп, ерекше толғанады. Кеудесін кернеген әлде бір ағын шығар, арнап іздеп сезімін буа түседі. Домбырасына қол созады, сұңқылдаған сылқымын кез үйдің керегесінен сыртқа қашып жатады. Кешкілік әке шешесі келгенде, сүгір күні бойы кеуде күмбезінен шығып, домбыра шанағына қоныс теуіп үлгерген бұл күйді орындап береді. Әке де шеше де үнсіз қалады. Айтуға сөз таба алмайды екеуі де. Бұл не күй балам дейді, сәлден соң әкесі үнсіздікті бұзып. Бұл тел қоңыр ғой әке. Шұбар биенің қайғысы мен қуанышы, екі анасын телемген қоңыр құлынның бақыты. Дәл сол күні қойына мұз жасырып, желмен көшкен қаңбақтай домалап келе қалған Дәркембай бұл үйге қайта басын соққан жоқ. Сүгірдің жанын жараламайық деді ме, әкесі де одан шұбар құлынға құн сұрап барған жоқ. Жалғыздарының төсектен тұрғандарына қуанып, сары жапырақтай боп жүрген сүгірдің көңілін аулады. Әбден жазылған соң, көптен көңілдеріне пісіп жетілген жоспарлары үйлену жайлы сөз қозғады. Межел күн жетіп әкесі мен шешесі құдалыққа кеткен. Үйге құпиясын құшағына қысып жүретін Қыдырбай келді. Жымың-жымың еткеніне қарағанда бір жаңалығы бар секілді. Немене сүгір, аяқ тұсалатын боп жатыр ма деп естідім. Иә бауырым, жалғыздың жолы жіңішке болады екен. Әке шешемнің меселдерін қайтарған жоқпын. Жөн оның, той қашан? Бүгіндері келісе алса, арғы аптада той өткізбек. Қапай, реті келмейтін болды ау. Қыдырбай сүгірдің домбырасын алды да шерте жөнелді. Домбыра шанағынан тәуір бір күй төгілді. Қыдыр, нен айтасың? Ненің реті келмей тұрған? Бәрібір сен бара алмайды екенсің. Сенсіз біз де бармаспыз. Әй, өзі де бір қара торының сұлуы дейді. Ол кім? Сұлудың не қатысы бар мұнда? Қайда бару керек? Ретімен түсіндіріп айтсаңшы енді. Арқада Баймырза деген Найманның, Мафруза деген күйші қызы бар көрінеді. Өз арқаны суреттеп болмас сұлуы дейді. Асқан күйші де екен. Онымен домбыра тартысқандарманда, тартыспағандарманда. Тобымызбен соған бір барып қайтсақ деп едік. Барамыз, дайындалыңдар. Сенің тойыңше, үйлену ешқайда қашпайды. Келген соңына қаламын. Әйелді әйел жолда, бала белде демеуші ме еді аталарымыз. Тек бір-екі күн әке шешені күтейік, рұқсаттарын алып шығайын жолға. Құдалықтан көңілді оралған әке шешесі сүгір сөз бұзбай тыңдады. Нұрболсын байдың сұлуша жатты қызын білетін, жігіт желеңмен салтанат құрып, той думан қуып жүріп талай жолыққан.
Домбыраның екі шегіне екі дүниенің черін сыйғыза шерткенде, ол қыз шаралы көздеріне талай жас талып қалған. Бірақ тым тәкаппарлау секілді, той-томалақтың аяғына қарамай, өтетін қызайнаққа қалмай, екі-үш құрғысымен үйіне ерте қайтатын. Өзінің домбыраға қосылып ән айтатын да бар. Кескіні келіскен, дене бітімі бір жігіттің құшағына олқы соқпастай, егіз бұрымы балтырын соққан, үлдемен бүлдеге оранған шіріген байдың сылқым қызы еді сұлу шаш. Жарайды деді, соңында үйленсем үйленейін, бірақ маған 10 күн мұрсат беріңдер, арқадан бір күйші қыз шығыпты дейді, сонымен өнер сайысына бір түсіп оралайын. Той енді 2 жеттен соң сәрсенбінің сәтіне белгіленді бала. Барам десең бар, тоқтатып не қылайық? Желігің басылмай қара жерге құйрық баспайтын желтең жігіт болмасаң нетсін? Деді, әкесі мен анасы жақтырмағандарын жасыра алмай. Бұлар ертеңінде 6 жігіт болып атқа қонды. Сүгір кеше ғана болашақ ата сөзіне арнайы жетектетіп жіберген көздің жауын алатын көк қасқаға ер салды. Бір ауылдағы өнермен аты шыққан 6 жігіт аттарын қабырғаластыра тебініп қалғанда, бүкіл әңгүй атаулы солармен бірге көшіп жүре берді. Ал олардың ат тұяғы жетіп қонған ауылдары сәтінде дүрілдеп думанға айналып отырды. Құс қанатымен хабар жете ме, жол бойындағы келесі ауылдың қыз бозбалалары жиналып, оларды күтіп алатын болды. Сүгірдің ойына сұлу шаш қалай тез кірсе, солай тез шықты. Бұлар бір ауылдан қонып, бір ауылдан түстеніп жүріп, Найман Баймырзаның ауылына 10-ші күні түс әлетінде әрең жетті. Жұрттың жайлауға көшкен кезі, жасылы аз болса да, жалқындап тұратын арқаның жері ақ көйлегін көкке жаңа ауыстырғандай көрікті. Қаз қатар қонған киіз үйлердің сонау шеткісі қазан ошағын ұшы қиыры көрінбейтін көлге тіреп барып, бірақ тоқтаған. Суы да мол, дуы да мол, шаруасы да мол бір жаз жайлау. Бұл ауылда сүгірдің келетінін білетін болып шықты. Ұзын құлақтан естіген екен, кімдері бар, неге келе жатыр, ол жағынан хабарсыз. Тек оңтүстіктен 6 өнерпаз жігіт шыққан екен, қонған, түстенген жерлерін ән мен күйге бөлеп келеді, мыс деген сол баяғы. Бұлар бірден Найман Баймырзаның үйін сұрады. Айран сұрап келіп, челегін жасырғандары жөн бе, не де болса аңсап келе жатқан Мафрузаны қапыда жолықтырып сынағысы келді. Кең сарайдай бергісіз боз үйдің сырты салтанатты көрінді. Бұлар келіп, ат басын тірегенде іштен ешкім шыға қоймады. Туырлықтарын турап бүгін басқандай сәнді сарай ішіндегі тап дегендей тампиып қана тұр. Ассалаумағалайкүм, құдайы қонақпыз деп, алтауы сау етіп кіріп барды. Қонақ болсаңыздар, төрге шығыңыздар. Құдайы қонақ болсаңыздар, ат терлетіп алыстан келген болдыңыздар ғой. Шөліркелеген боласыздар, мен шай қояйын деген жез қоңырау дауыс шықты. Жігіттердің бәріне бұл періштенің үніндей боп естілді. Үйде ешкім жоқ еді. Тек оң жақтан құрулы тұрған көк атлас шымылдық болар болмас қозғалды да, жігіттер солай қараймын дегенше сымбатты бойжеткен бір мөлеген етегін еппен көтеріп жүре басқан күйі далаға шығып кетті. Алтауы да төр көзбай босағадан сәл кейінірек жантая кетті. Үй ішінен бойжеткен қыздың қолаңдасы баяу қою жатқан суреттей көрініпті. Оюлы текеметтің үстіне жайылған құрақ көрпелер қандай, керегенің ортан белінен төмен қарай
Салбырап түскүйіз тартылыпты. Түскүйіздің етегі мен жағасына жеңіл ғана оюдан өрнек салынған. Желбау құрбауларын ұшына дейін күлтілігін кестелер көздің жауын алады. Өз іздеген үйімізге адаспай келдік пе дегендей бір-біріне көз салған жігіттер өздері жантайған жақтағы керегеде ілулі тұрған домбыраны бір мезгілде байқады. Қыдырбай Сүгірге қарады. Сүгір алыңдар деген белгі берді. Жолда уәделесіп келген, егер Атышулы домбырашы болса, оның домбырасы үнемі бабында тұрады. Құлақ күйін келтіріп, анау-мынауды шертіп жатудың ондай жан мен көреді. Бірден алу керек те бастай беру керек. Қазірде сол қыз қазан аяқ жақта отырған, кешігіп жатқан секілді. Сөз айналмай бұлардың шабысын бір көріп алмақ та шығар. Қыдырбай қолын тигізіп көріп еді, домбыра шабыс тілеп тұр екен. Мұнан артық дыбыс шығарған жоқ, керім күйлердің бірін бастай жөнелді. Сүгір орнынан аунап түскен болып, керегенің арасынан сығалап еді. Самауырын ошақ басына апарған бой жеткен, әлі отты таспастан, құлағын үй жаққа тосып жүрелеп отыр екен. Сүгір Қыдырбайға көзін қысты. Бұл бой жеткен Мафурузаның өзі деген белгі еді. Қыдырбай өзі күй тартып отырғанында қыздың үйге кірмейтініне көне алмағандай ұзақ сонар қайталап домбыраны Құдаймендіге әрең берді. Құдайменді де домбыраны қолына тисе аруақтармен тілдесіп кететін арқалы күйші. Өз арынымен Қыдырбайды да шаңға көміп кете берді. Жұмабек Жарқынбай, мелдестерде нағыз сен тұр, мен атайындар болатын. Домбыра қолдарына тией-тиместен от түйген үпілектей өршітіп әкетті. Бесінші жігіт Жарқынбай жан төзгісіз ғажап бір сазды күйді әсем толғап, әшекейлеп бітіре бергенде үйге қыз қайта кіріп келді. Өнерлеріңе нұр жаусын жігіттер, деді, маржандай ақ тістерін көрсете жымиып. Саусақтарыңыздан бал тамған, жүректеріңізден жыр төгілген бір елдің төресі боламасыздар. Келе сала сапарларыңыздың мақсатын күймен білдіріп жатырсыздар. Жауабын күймен бермесем болмас. Сүгір домбыраға ұмсына берген қолын тартып ала қойды. Қыздың сезімталдығында шүбә жоқ. Ат басын бір мезетте тіреген алтаудың ең соңғысы тегін болмасын білгендей. Алдыңғы бесеуін бір боғалақтап алмақ қой. Жағадағы жасталдың жүз бұтаның ең түзуін кесіп алғандай, сүйрік саусақтар домбыра мойында көбелектей боп ойнап жүре берді. Домбырада өз иесінің саусақтарын сезгендей арқаланып, кейбір кібіртіктен арылып, арылдап алады. Астыңғы ернін сәл жымқырып алған қыздың жоқа өңіне қызыл бояу жаңа жайылғандай алаулап барады. Қарлығаштың қанатындай қастары сәл төмен орналасқан, шаралы көл көздері шатырдай иіліп жараса қалған. Аршыған жұмыртқадай алқым мен аққу мойын көрмей-ақ қашық ететін, жан сұлулығы мен сәл қимыл сайын дір-дір еткен қосанары кеудедегі тән сұлулығының арасындағы алтын көпір секілді. Бірақ мұның бәрі домбыра көмейінен шыққан керемет күйінімен салыстырғанда әдіре қалған. Қыз күйді аяқтар сәтте мұнан бұрын қыз жаққа өңеш созып күй тартқан 5 жігіттің бастары төмен салбырап, жанарлары ғана от шашып отырды. Күйді аяқтаған бетте қыз домбыраны Сүгірге ұсынып жатып: «Міне қонағым, енді сенің кезегің. Өзіміз алтау едік, бірімізді алалады деме, бөле жарысам, әр жаққа ала қашып тұрған сезім тұлпарыңның тізгінін сен ұстайма деген өкіл үміттен шығар», деді тіке.
Сүгір сасып қалды. Сұлу қыз жаңағы тартқан күйімен 5 жігітті қолдарына домбыра алмастай қылды. Бұл сүрінсе бәрі келген жолдарымен ауылға қарай қайта берсе де болады. Не тартыс екен? Ұзақ ойланып отыруға уақыт жоқ. Күй тартыста бір сөзбен ұстатқандай бәсеке. Кешіктің бе жеңілдің, осы сапарға жүрерде етегіне орала берген соң басын бастап қойған бір күйі бар еді. Соны тартсам екен, қанша шебер болсаң да бұрын ел арасынан танымал күймен бұл қызды таң қалдыра алмайсың. Түгел тартып шыға алмай қалсам ше. Қызға қарап еді, орнынан тұрып сыртқа беттеп бара жатыр екен. Тәуекел домбыраның шектерін 4 саусағымен 2 тиектен бір мезетте ауыстырып жіберді. Домбыра дың етіп баяу ғана тыныс алды. Ұзап үлгермеген қыз бұл сәл дыбыстың өзіне сезе қойып, артына жалт қарады. Қарындасым, мен солақай едім деді Сүгір ақталғандай. Қыз табалдырықтан аттай бере мырс етті. Күлді ме, мазақ етті ме, ешкім айыра алмады. Жауырынымен бір аунап түскен балуандай болды. Бірақ қызға ашуланып тұрып кетсе, жігіттігі қайсы. Домбыраның ішегін шертіп көріп еді, қаттылау бұралған екен. Сәл босату керек, сонда ғана күйдің сәні келуге тиіс. Жігіттер енді не болар екен дегендей, ұнжырғалары түсіңкіреп отыр екен. Тіпті орталарында Сүгірдің өзі бар екендігінде бір сәт естерінен шығарғандай. Дәл қазір қызды тізе бүктіретін күй тартылмаса, алтауы да бұл үйден шыбыртқымен айдаған тентек баладай шығып кете беретіні сөзсіз. Сүгір керегеден сығалап еді, қыз үй жаққа құлақ түріп үнсіз отырғанын байқады. Бастап кетті. Әуелі кең әлемді бір кеудеге сыйғызғысы келетін керемет бір толқыныс домбыра шанағынан ықылық атып сыртқа қашты. Дереу асқақтаған астыңғы шек мұңы басым үстіңгі шекті қоса қойды. Та-та-та-та-та-та-там. Күй баяу ғана бұйығы ойлы басталды. Тізгінді тежеп отырған Сүгірдің өзі. Күйдің кереметте келісті тұсын тартып отырып, әзірге беймәлім жалғасын ойлап отыр. Сол сәтке келгенде қайтер екен, саусағының өзі сұңғыл саздың сазды жалғасын тауып кете берсе жөн-ақ. Дәл сол жерде аяғына қан түскен аттай сүрініп кетсе өлім ғой. Күйдің басталған тұсындағы толғақ ашы бөлігін тағы бір қайталап алды да ортаңғы сағаға түсті. Қағысы сәл ширады, жауырынның жіпсігенін сезді. Орта сақада ойқастап алып, үш перне жоғары көтерілетінде сол жерде қос ішектің ең бір сазды тұсын тауып басып, құйқылжытып келетін. Тура бір су шайқалмас жорғаның жүрісі тәрізді. Тайпала жөнелді. Тыңдаған жанның тұла бойы отқа түскен темірдей балқып жүре берер сәт осы. Жігіттер бұл не керемет күй дегендей ауыздарын ашып қалған. Далада жел соғуын, құс ұшуын тоқтатқандай, тек қана тұла бойыңды теңдессіз сұлу сипағандай, ессіз бір сезімнің теңізінде қалқығандай қалқып кете бересің. Далада қыздың орнынан талай тез көтеріліп, үй жаққа жалт қарағанын Сүгір көрген жоқ. Бірақ олай боларын күтті. Сағадан сырғып кеп, әлгі сылқым жерге түскендей, қыздың табалдырықтан аттап үлгергенінде көрген жоқ, сезді. Сезді де саусақты сәл жоғары алып сылқылдап, одан әрі өрбітіп, жерін өрнектеп ұзақ отырды. Домбыра үні тіл байлағандай. Тек сол сәтте ғана қыздың шөп басын қимылдатпай кеп, оң жағына тізе бүккенін көрді. Күйдің дәл осы жерінде домбыра пернелерінен керек үндері үзіп алуға 5 саусақтың да аздық ететін жері бар болатын.
Сүгір сол жерге келгенде ылғи қинала береді. Қазір де қатты қауіптеніп отыр. Алдың күндерін құбылта кеп, сәл сол тұсқа түсе бергенде қыздың қолдары қарлығаштың қанатындай боп кеп жанаса кеткен. Сүгір өзінің 5 саусағын билетіп алып, 6-шы саусақ керек-ау деген жерде қыз сол пердені дәл тауып баса қояды. Мұнан ары күйдің басын қайталап барып, үлкен сағаға қайта түсу керек. Бірақ Сүгір бұған асыққан жоқ. Дәл осы жерден кетсе, қыздың саусақтары да уақытша керек болмай қалады. Айырылғысы келмеді. Сол қолын шынтағын сәл көтеріңкіреп еді, білегі деммен бетін шарпып отырған қыздың сол анарына барып соқтықты. Топ-толық екен, тұла бойына тентек сезім тарап үлгерді. Қыз да кеудесін кері тартқан жоқ. Домбыра болса қос мұңлықтың алты бармағынан төгілген алқалы күйді жан-жаққа көбіктете шашып, ен далада көсіліп чапты. Жігіттерден ұялғаннан ғана Сүгір күйді ары қарай жалғады. Ендігі екпіні шабытқа ерекше толып ақты. Саусақтары домбыра пернелерінде тынымсыз билеген кезде, сарқырамадан секіріп аққан тау суындай құлақтың құрышын армансыз қандырады. Үлкен сағадан қашан шығады дегендей қыз да алабұртып отыр екен. Әлгіндегі дірілден әкететін жорға үндерге келгенде қолдары өз-өзінен домбыра сағасына созылып, керек пернелерді дөп тауып жатыр. Бұл жолғын алғашқыдан да анық, алғашқыдан да астақ. Алғашқыдан да мұңлы, алғашқыдан да қашық естілді. Сүгір күйді қағысын баяулатпай бірден шорт үзгенде, қыз да тұруға тырыспай сол орында жантайып қимылсыз қала берді. Демде үнде жоқ. Сүгір оның жүзіне сонда ғана тіктеп көз салды. Толған айдай толықсыған бір сұлу. Үлгіреген тамақтан ақша маңдайға дейін тек табиғат суретшінің қолынан шыққандай. Мінсіз мүсін. Әсіресе бүкіл сұлу жүзге шұғыла шашып тұрған көздерінің шарасындай мөлдіреп тұрған қос тамшы қандай жарасымды.